Сәлем оқырман, Абайдың қара сөздері. 39 сөз. Рас, бұл біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуір ісін бір жола жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезі қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы мен топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ, бірден бірге жүргізбек болмайды екен. Қой асығын қолыңа ал, қолайыңа жақса сақа қой. Бас-басыңа би болса, манар тауға симассың. Бас-алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің. Деп мақал айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тырысады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екінші мінезі намысқорлық екен. Ат аталып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен. Жанын салысады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді десіп, жол қуған қазынаға жолғар, дау қуған пәлеге жолғар десіп. Кәнеки, енді осы екі мінез қайда бар? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы пейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық. 40 сөз. Зинхар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ. Тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болатұғыны қалай? Қайраты қайтқан шал мен жастың бәрі бітім қылады. Шалдар өзді-өзі көп құрбыдан айырылып азайып отырса да, біріменен бірінің бітім қылмайтұғыны қалай? Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп жақсы көріп тұрып, елге келсе, әрі-берден соң қайта қашқандай қылатұғыны қалай? Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да, танымайтұғыны қалай? Бір жолаушы алыс жерге барса,
барған еліне өз елін мақтаймын деп өтірікті сыбап қайтып келген соң, сол барған көрген елін, жерін мақтап, өтірікті сыбайтұғыны қалай? Қай қазақты көрсем де, баласы жасырақ болса, оның басынан пәрмене болып жүріп, ержеткен соң суық тартатұғыны қалай? Біреудің ағайыны торқалы той топырақты өлімде, адалдық берекеде алысуға табылмай, барымта алалық, ұрлалық десе, табыла қоятыны қалай? Бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспайтұғын ағайын, атың келсе, бәйгесіне өкпелейтұғыны қалай? Баяғыда біреуді пәлен жасымда келе жатқанда пәлен жерге жеткізіп салып еді деп, соны өлгенше айта жүруші еді. Осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамайтұғыны қалай? Байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды, байға кірісуге арланатұғыны қалай? Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұра алыспайды. Кейбір антұрғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай? Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп, бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай? Күнде тілін алатұғын достан, кейде бір тіл ала қойған дұшпанға кісінің өле жаздайтұғыны қалай? Көп кісі досым жетілсе екен демейді. Егерде жетілсе, бағанағы досына бір бітімі жоқ дұшпан сол болатұғыны қалай? Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба алмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден қашық жүретұғыны қалай? Біреу-біреудікіне келгенде, үйдегі малының бәрін де айдап келіп, өз үйіне кісі барғанда, бар малын далаға айдап жіберетұғыны қалай? Тыныштық іздеп таба алмай жүрген жұрт тыныштық көрсе, сәтке тұрмай тыныштықтан жалға қалатұғыны қалай? Елді пысық билегені несі? Пысықтың бәрі кедей келетұғыны несі? Тоқал қатын өр келетұғыны несі? Кеселді кісі ер келетұғыны несі? Кедей кісінің кер келетұғыны несі? Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп, мақтанға еріп, пәле шығарған кісі мықты атанатұғыны несі? Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақ та қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге, өтірікке сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп, ұқпай тынбайтұғыны қалай? 41 сөз. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі, бек зор өкімет жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастап қайтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып, көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап, көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін де емес. Қазақты я қорқытпай, я параламай,
Ақыл менен не жырлап, не сырлап айтқан менен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен біткен надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гүлдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар ма деп ойламайды. Ойласа да бұрыла алмайды. Егер сөз айтсаң, түгел тыңдап тұра алмайды. Не көңілі, не көзі алаңдап отырады. Не қылдық, енді не болдық. 42-ші сөз. 1897 жыл. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиер ме еді. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, қулық сұмдықпенен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала-шағаға тапсырып, қолдағы Құдай берген азды-көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұры бөріге жем болып қарға-жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылға барып қулық, сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржыңдасуды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет жол болған соң, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық, ол өнерлі кісіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенім, білгенім деп елге жайып жүріп, ырбаңдауға пысық өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін, осы күнгі қазақтың іске жараймын дегені өзінің азды көптісін біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады. Бұл күндегі байлық та мақтан емес, ақыл, абүйір де мақтан емес, арыз бере білу, алдай білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салт атты, сабау қамшылы, кедей де болса, аз да болса орны төрде, майлы атқа, майлы етке қол жетеді. Жел өкпелеу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз отқа түсуге бармын, деп желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып киімін бүтейтіп киіп, тәуір атын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Ол бай өз тыныштығын да білмейді, бос шығынданғанын да ескермейді. Бір кісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп бағанағы антұрғанмен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен, дейтұғын ниетімен және де ақылдасар досы көбейсе, қадірім кетіп қалады деп ойлап. Ой, Тәңір-ай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана қулық қой, бұл мына қулық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма? Деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбейтұғын қылады. Және байдың өзіне де адам сенбейтұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антұрған бағанағы байға: мен айтпап бедім, оныкі қулық сөз деп, міне көрдің бе? Деп, екіншіде тырп етпейтұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы. Жалғасы бар.
сау болыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар.